Армысың қызық. Көп болды. YouTube'қа шықпай кеткеніме. YouTube'да небір сұрақтар қордаланып қалды. Оның үстіне осы шықпағандың күндерде біраз адамдармен кездестім, олардың барлығы токе біздің тәңірден деп отырғанымыз ол дүниетаным ғой деп жағыңнан ала түседі. Ертең басқалардікі дүниетаным емес па не? Еврейлердікі, арабтардікі, орыстардікі, қытайлардікі дүниетаным емес па не? Мировоззрение емес па? Маған десе көктен кітап алдым деп отырса да олардың ол ұлттық дүниетанымы. Қазақтың да дүниетанымы бар. Өсиеттен, аманаттан, мирастан, мұрадан тұрады. Осының бәрі дүниетаным. Салт, дәстүр, әдет ғұрпының барлығы оның дүниетанымы. Діні де, ділі де, тіні де оның дүниетанымы. Мына жарық дүниені таңдаған екенсің. Сен сол дүниеден өзіңе тиесілі заңдылықтар даласында қорытынды жасап, өзіңнің ұлттық дүниетанымыңды қалыптастырасың. Қазақтікі де солай қалыптасқан. Сондықтан қазақтың сөздік қоры бар. 2.600.000 сөзден тұрады. Сондықтан қазақта өзінің тәңірлік діні бар. Сондықтан жер бетінде көрінген халық жасай алмайтын шежіре ділі бар. Генетикалық код. Ол да мировоззрение. Тәжірибемен келген мировоззрение. Қазақтың тілі бар. Қазақтың тіл қату амалы бар. Ол да қазақтың тәжірибесінен өткен дүниетанымы. Барлығы дүниетаным. Дін ғана дүниетаным болып қалмайды. Дүниетаным деген ол жүйе. Сондықтан менің «Хақиқат» деген кітабымда былай деп жаздым. Қазақтың дүниетанымы ол қасиетті жүйе деп. Священная система деп. Сондықтан бөлшектеп ала алмайсың еш нәрсені. Бәрі жүйенің ішінде орналасқан. Қазақтың дүниетанымы. Тәңірден де қазақтың дүниетанымына жатады. Сондықтан оның жоралғылары бар, өтелері бар, ұстандары бар, рәсімдері бар. Ол жүйе. Орындамасаң болмайды. Қазақтың сөздік қоры да жүйеленіп тасталған. Бірінің астына бірі құпияланып тасталған. Әркімнің дүниетанымы өзіне. Арабтікі арабқа, қазақтікі қазаққа, еврейдікі еврейге, қытайдікі қытайға, орыстікі орыстікіне. Дүниетаным жағына келетін болсам. Ал аралас құралас болып, дәмдес болып, ұрыспай керіспей дүниетанымын салғастырып, кімнің ұлылық айта алатынын, кімнің ұрлық айта алатынын айтуға біз тиістіміз. Солай